аграрлық колледжінде білім алушылардың бірі. Оқу курсына жуырда қабылданған ол электромонтер мамандығы бойынша тәлім алуда. Тәжірибе алаңында шыңдалған жас енді бірер айда өз ісінің нақ шеберіне айналады. Біраз дүниеде игеріп жатырмыз ғой, жалпы трансформаторларды және автоматтарды сондай өндірістік сабағында қолданамыз. Осы колледжді бітіріп елге үлесімізді тигізсек деген ниетіміз бар. Колледж қабырғасында 10 мамандық бойынша 500-ге жуық жас білімдерін шыңдауда. Мұнда бастысы теория мен практиканы ұштастыра отырып білім беріледі. Оқу ошағының спорттық мәдени кешендері заманауи үлгіде. Қазіргі таңда біздің колледжімізде бір кезең бойынша білім алып жатыр. Студенттеріміз бірінші кезең бойынша 90 білім алушы дәріс алуда. Әр мамандық бойынша аспаз, кондитер, тігінші, компрессор, сығымдағыш қондыру машинисі, бұрғылау қондырғысының машинисі бойынша өндірістік тәжірибеден өту мақсатында дуалдық эксперимент алаңға енген сол жақта жұмыстарын атқарып жатқан жағдайы бар. Оқу ордасында нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша 300-ден астам азамат білімдерін шыңдады. Сондай-ақ бүгінде құрылысы жүріп жатқан цемент зауытына түрлі біліктілік бойынша 70 маман даярлануда. Ал келер жылы 200-ге жуық жас білім алады деп жоспарланып отыр. Осы бағдарлама арқылы биыл ағымдағы жылы біз 379 оқушыны оқуға жолдап, оның ішінде 120 оқушы осы қазіргі таңға оқуларын аяқтап отыр. Және де 36 оқушы өз мамандықтары бойынша жұмысқа орналастырылды. Осылайша аталмыш білім ордасы нарықтық заманның сұранысына сай мамандар даярлауда көш ілгері екенін дәлелдеп отыр. Демек кәсіптік білімнің көкжиегі кеңейе түседі деген сөз. Елжас Әбілді, Алпамыс Әшірбек, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.